Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге керемет рецептпен бөліскім келіп тұр. Бұл рецепт бойынша менде плов мүлдем шықпайды, күрішім езіліп кетеді, дұрыс болмай қалады деген кісілердің бәрі осылай жасасаңыздар, міндетті түрде сіздердің пловтарыңыз ерекше болып шығады, күріштеріңіз бір-біріне жабысып қалмайды. Мен мұнда тауық етінен жасадым. Негізі кәдімгі етпен жасасаңыздар өте дәмді болады. Тауық етін біз осылай терісін алып тастаймыз. Окорочка духовке жасасақ та бәрінен осылай алып тастаймыз, артық заттың бәрін. Барлық керек заттардың бәрін бірінші турап, тазалап, дайындап аламыз. Тауық етін тазалап алғаннан кейін бір шайып жуып аламыз. Одан кейінгі келесі біз сәбізді тураймыз. Сәбізді осылай ұзын жіңішке қылып турап шығамыз барлығын. Бәрін турап болғаннан кейін бұны да бір ыдысқа салып бәрін дайындап аламын. Сәбізді дайындап алдық. Енді келесі кезекте майымызды бір тоже ыдысқа құйып пешімізді қыздырып аламыз. Мен аны вертикально түсіргенмін, горизонтально болғандықтан осылай жартысы көрінбей тұр. Прям қатты қызып тұрған кезінде аламыз да осылай етімізді қуырып аламыз. Етіміз прям қуырылған кезде шыжғылып жан жаққа шашырайды, бірақ ол нормально. Қыздырып қуырып алғаннан кейін етін пиязды турап саламыз ішіне. Пиязбен тағы да қыздырып қуырамыз. Астын баспаймыз максимальный отта. Етті қуырып болғаннан кейін оны бөлек алып аламыз. Бірге сәбізбен бірге қуырмаймыз. Жеке алып аламыз ыдысқа. Одан кейін сәбізді қуырамыз. Сәбізді жұмсарғанша, ішінен прям қызыл суы шыққанша қуырамыз. Одан кейін етті қайттан қосамыз да суын қосып қойып қоямыз, тұз несін дәміне салып. Мына жерде күрішті бірнеше мәрте жуып шығасыздар. Жуып шыққаннан кейін оны ыстық суға салып қоясыздар. Бір 5 минутқа ма бір ыстық су құйып, үстіне қойып қоясыздар. Оның бәрі дайын болды, етін бәрі пістау деген кезде суын құйып, осылай күрішін саласыздар. Қатты отты көбейтесіздер де бір қайнатып болғаннан кейін кішкене астын түсіріп қойсаңыздар болады. Араластырмаймыз, өз бабымен пісіп шығады. Күріштер бір-біріне мүлде жабыспайды, түрі де әдемі болады. Мына жерде менде анандай слишком высший сорттағы күріш, соның өзі осылай әдемі болып пісті. Бірақ негізі ондай күрішті алмағандарыңыз дұрыс, өйткені ол көбіне бір андай суховатый болып кетеді. Сондықтан пловқа арналған ютубқа 3 минуттан аз видео шортс болып кетіп тұр. Сондықтан мен басқа да видеоларымда мында сіздерге көрсетіп қойдым. Пельменге, вареникке арналған идеальный рецептпен бөлісемін. Колбаса жасау жолдары және тағы да басқа өте керемет сіздерге пайдалы болады деген рецепттармен бөлісемін. Комментарий жазып қолдап кетсеңіздер.